Мен негізі таксовать етіп жүрген адам бір заказ түсті бір жерден, күнделік па, блокнот па бірдеңе келіп тастау керек. Соны қарасам, расставка емес, кәдімгі такси қылып заказ беріп қойыпты. Қой құрсын, на месте шешіп алармыз деп. Алып келдім күнделікті. Келсем, хай-вай басталып кетті. Түсінбей қалдық қой. Анау мынау деп маған. Соны бірден телефонымды алдым да видеоға түсірдім. Соны түріңе болайын, албасты деп түрден түр қалдырмады. Шле емес па мынауың түсем? Шле емес деп еден қалдырмады. Тапа-тал түсте айқай естіп қалдық қой 500 теңге үшін. Ұрысқанда да енді ойбай жаңбырлатып тұрып сөйлеткен, бетіміз шылқып, қой құрсын енді көз тимейді қайта деп өз-өзімді успокоить етіп алдым. Жас қыз болғанда сол жерде шалқасынан түсіререм. Жалмауыз деп тұрса да енді ақшаны алу керек. Айттым сосын номерімді. Енді Яндексте жүрген роднойлар, Құдай бізге сабыр берсін. Енді халықпен жұмыс істеп отқасын. Неше түрлі адам, жағдай болады ғой, енді болып тұрады ондайлар. Сендер одан лучше менің таксопаркыма тіркеліңдер, ПТК таксопарк деген. 8708 050 55 77. WhatsApp төктем, роднойлар. Болдыңыз ба сіз девушка, болдыңыз ба?